Рахмет, құрметті төраға. Депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Тамара Дүйсеноваға жолданады. Отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу кезек күттірмей шешетін мәселеге айналды. Елді елең еткізген соңғы хабарлар қоғамдық сананы дүр сілкіндірді. Осы қорқынышты жаңалықтар ізімен харассмент оқиғалары да тез тарады. Жақында Астана медицина университетінде профессор оқытушының студентке жасаған жыныстық қысым фактісі жария болды. Осыдан кейін әлімжеттік көрген студенттер өз оқиғаларын әлеуметтік желіде бөлісе бастады. Жеке өзіме еліміздің әртүрлі оқу орындарының студенттерінен 100-ден аса хат келіп түсті. Президент өз сөзінде әйелдер мен балаларға зорлық-зомбылық көрсету фактілерін батыл түрде жолын кесу керек деді. Осы орайда харассментке ұшырау ықтималдығы өте жоғары бір топ бар, ол студенттер. Жыныстық қысымға ұшыраған елордалық бойжеткеннің ісімен танысып, бұл салада кемшіліктердің көбіне анық көзіміз жетіп отыр. Дәл бүгін еліміздің оқу орындарында қаншама харассмент оқиғасы орын алғанын дөп басып айту қиын, себебі статистика жүргізілмейді. Ал заңда харассмент ұғымы атымен жоқ. Жалпы, зорлық-зомбылықтың қай түрін болсын, харассментті де қатаң қарап, заң жобасына бір қатар өзгертулер енгізу қажеттілігі туындап отыр. Бұл жолы студент қызымыз батыл болып шықты. Еш қорықпастан болған жағдайды жайып салды. Тиісті шешім қабылданып, әлгі харассер жұмыстан шығарылды. Бірақ біз мынадай мәселені әрқашан студенттің батылдығына, басшының әділдігіне сеніп қоя алмаймыз. Мысалы, дамыған елдерде харассменттің жазасы өте ауыр. Бізге де жүйелі, кешенді шешімдер керек. Кеше ғана мектеп бітіріп, ауылынан шығып көрмеген Ағырбек балапандай жап-жас қыздарды қорғауымыз қажет. Ибалы, кейгес тым ұялшақ, мүмкін жасқаншақ қазақ қызы өз басынан өткен осындай жағдайды айта бермейді. Маған да бұл тақырыпты бүгін көтеру оңай болған жоқ. Біздің қазақи дана тәрбиеміз осындай. Құрметті Тамара Босымбекқызы, осыған байланысты келесіні ұсынамыз. Бірінші, харассментке қатысты анонимді сауалнаманы еліміздің барлық жоғары оқу орындарында тәуелсіз түрде өткізуді. Екінші, профессорлық оқытушылық құраммен барлық студент қыздарға харассментке қатысты заңнамалық құқықтық түсіндірме жұмыстарын жүргізуді. Үшінші, оқу ғимараттарын бейнекамералармен толық қамтамасыз ету. Төртінші, барлық жоғары оқу орындарының жарғысына харассмент туралы нақты ережелер енгізуді сұраймын. Құрметті әріптестер, Бас прокуратураның деректері бойынша 2023 жылдың 10 айында тұрмыстық зорлық-зомбылықтан 85 әйел қаза тапқан. Қорқынышты статистика. Харассментте зорлық-зомбылықтың бір түрі. Мемлекет басшысы өз жолдауында тәртіпсіздік пен құқық бұзушылыққа мүлдем төзбеушілік қағидасын қалыптастыруды тапсырды. Сондықтан қоғамда орын алып жатқан істерге бәріміз бірдей әсер етуіміз қажет. Көршінің үйіндегі дау-дамайға, әйелдің, студент қыздардың көмек сұраған жан айқайына бей-жай қарасақ, әріптес келіншектің бет әлпетіндегі көгерген іздерге жанашырлық танытпасақ, заңның күші болмайды. Құрметті әріптестер, айтылған ойымды қорытындылай келер жылды зорлық-зомбылыққа қарсы күрес жылы деп жариялауды ұсынамын. Құрметпен Ауыл партиясы фракциясының депутаттары Абден, Саурықов, Арсютин, Баққожаев, Зейнуллин. Назарларыңызға рахмет.